Алғашқы 1-2 күнде көп адам өзін жайсыз сезінуі мүмкін. Бас ауырып, әлсіздік пайда болады. Ауыздан жағымсыз иіс шығады. Тіл ауырлап, кейде жүрек айнып, аштық қатты сезіледі. Бұл жағдайдан қорқудың қажеті жоқ. Себебі осы кезеңде ағза бұрын жиналған артық заттардан арыла бастайды. Қандағы қан деңгейі төмендеп, жүрек соғысы баяулайды, қан қысымы да аздап түседі. Бұлшықеттердегі гликоген жұмсалып, сол себепті шаршау байқалады. Тазаланудың ең қиын тұсы да осы алғашқы күндерге сәйкес келеді. 3-ші күннен бастап ағза жаңа тәртіпке бейімделе бастайды. Енді ол май қорын ыдыратып, оны энергия көзі ретінде пайдаланады. Май құрамындағы заттар бөлініп, глицерин глюкозаға айналады да, адам бойында бұрынғыдай қатты әлсіздік болмайды. Ас қорыту жүйесі демалып, негізгі күш ағзаның ішкі тазалануына жұмсалады. Осы кезде кейбір адамдардың беті майланып, кейбірінде